Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Маратова Индира. Бүгін өте дәмді болып шығатын қуырдақтың рецептімен бөлісетін боламын. Бұл жерде яғни өкпе, бауыр, жүрек, ет барлық бөліктері қосылатын болады. Сондықтан видеоны толықтай қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен осындай өкпе бөлігін ұсақтап турап аламыз. Және де бұл жерде менде мінекей бауырды бөлек алып қоя тұрамын. Және де жүректі барлығын ұсақтап тураймыз. Көк еттер және де қарапайым еттерді қоссаңыздар болады. Мына болса бүйрек болып табылады. Мінекей бауырды бөлек алып қоямын. Ол соңында ғана қосылатын болады. Ал қалғандарының барлығын ұсақтап тураймыз. Мінекей көк еттерді де жақсылап турап алып жатырмын. Онан соң мінекей жүрек бөлігі, яғни артық жерлерін алып тастаймыз. Осылай оны да ұсақтап тураймыз. Еттерді де ұсақтап турайтын боламыз. Онан соң бүйректі де жақсылап кесіп аламыз. Шыны керек, мен бұрын қуырдақты қалай дайындалатынын білмейтінмін. Өкпені қай уақытта салады, жүректі қай уақытта салады деген секілді. Ал қазір уже үйренді. Яғни сұйық майымызды құйып аламыз. Оның үстіне осы өкпе, жүрек, етімізді, бүйрегімізді барлығын қосатын боламыз. Бұл жерде барлығы бірден қуырылады. Еттерімізді салып болған соң үстінен осы тұзымызды саламыз дәміне қарай, және де жақсылап араластырамыз. Орташа отта қуырып аламыз, яғни кішкене өзінің сөлі бөлініп, сөлі тартылуы қажет болады. Бетін жабып 10-15 минутқа қоя тұрамыз орташа отта. Енді сәбізімізді турап аламыз, және де жуамызды ұсақтап тураймыз. Сәбіз, яғни бір штук жарайды, ал осы жуа болса көбірек болғаны жақсы болады. Мінекей шамамен 10 минут уақыт өтті. Осылай суы бөлініп, күшті болып қуырылып жатыр. Оны жақсылап араластырамыз. Және де үстінен осы сәбізімізді және де жуамызды салатын боламыз. Мен жуаны осылай кішкене есіп салатын боламын. Мінекей оның үстінен тағы да өз қалауыңыз бойынша осындай домашний томат салсаңыздар болады. Немесе помидор, қандай да бір бұрыш, яғни тіпті бұрыш болса, оны да салсаңыздар болады. Мінекей шамамен 5 минутта қуырамыз, арасында осылай араластырып тұрамыз. Жуасы жұмсарып, сіңіп кетуі қажет. Мінекей тағы да араластырып жатырмын. Мінекей енді толықтай дайын, яғни жуамыз толықтай сіңген, езілген. Енді үстінен суын құямыз. Шамамен 1 литрге шамалас су құямын, яғни піскенге дейін ол кішкене тартылады, және де кішкене сулы болғаны өте дәмді болады. Енді картошкаларымызды жуып, тазалап алатын боламыз. Толықтай піскен кезде шамамен 2 сағаттың ішінде негізі ет пісіп қалады. Сол кезде осы картошкаларын салатын боламыз. Бұл жерде осы өкпесін дәмін көру керексіздер, яғни өкпе піскен болса, еті де тез піседі. Онан соң енді картошкамызды 10-15 минут шамасында піседі. Сол уақыт аралығында бауырымызды турап дайындап қоямыз. Артық жерлерін алып тастаймыз. Бір-тегіс әдемі етіп кесіп алыңыздар. Бауыры өте тез піседі. Оны ұзақ қойсаңыздар, ол қатайып қалуы мүмкін. Сондықтан қазір піскен кезде картошка шамамен 5 минутқа салып аламыз. Болды. Онан соң дайын болатын болады.
Мінекей картошкамыз піскен толықтай. Енді бауырымызды саламыз. Кішкене араластырып жібереміз, яғни сорпада тұру қажет. Енді шамамен 3-5 минут, одан артық ұстаудың қажеті жоқ. Мінекей бір қайнады, дайын болды. Бауыр тез дайын болады. Енді осылай ыдыстарымызға сала берсек болады. Кереметтей асымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Марат ва Индира. Менің каналымда қандай рецептерді күтесіздер, комментарий бөліміне жазып кетіңіздер. Міндетті түрде сіздердің ұсыныстарыңызды оқитын және де жауап беретін боламын.